Assalamualaikum ardaқты ағайындар, шеге футболистің тұрақты көрермендері. Түркістан қаласы Октябрь Жарылқап стадионында өтіп жатқан Туран Кап 2025 халықаралық турнир 2014 жылы туылған жасөспірім командалардың финалдық ойына өз мәресіне жетті. Бұл кездесу тең есеппен 0-0 есебімен аяқталып, ойын соңынан кейінгі пенальти сериясы өтеді. Тамашалаймыз. Ақжидеде Каспий, Ақтау Каспий командасы және Қара Жидеде Түркия Стамбул қаласынан келген Бешикташ командасы. Пенальти сериясы басталады. Осы видеоны соңына дейін көрген көрермендердің өмір жасы ұзақ болсын, бақытты болсын, денсаулықтары мықты болсын. Тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Төрешілер, бапкерлерді жинап алды. Bir нәрсені бір түсіндіру. Амалдарын жасауда. Kameraya karamayız. Nasıl çıktı silahı? Niye? Ya benim dün program oldu şurada. Ondan dolayı diyor. Yok silah dur. O şey yapmaz hocam. Buradan ona güvenmiyorum. Taşkent қаласынан келген Жандарбек Төреші бапкерлермен сұхбаттасуда. Его помощник может туда стать, если он ошибется. Sizde oradan biri durabilir diyor. Ya durması bir şey ifade etmez. Kararı veremem. Миша Төреші. Как? Устал? Тянет время, ё-моё, 3 года стоит что-то. Судья. Пенальти сериясы басталады. Көреміз. Бірінші болып соққы жасайтын 3-ші нөмірдегі Аднагүл. Урас. 3-ші нөмірдегі қорғаушы Урас соққы жасайды. Баршамыз білеміз. Ойын соңынан кейінгі пенальти бұл лотерея. Енді қай команданың бабы басым болады. Көреміз. Төрешінің сықырығы бар. Соққы. Есеп 1-0. Сенімді түрде Урас Бешикташ командасының ойыншысы гол соқты. Енді 2-ші нөмірдегі Каспий командасының ойыншысы аты кім? Едіге Бағлан. Қорғаушы ма? Қорғаушы. Гол. Есеп теңесті. Мінекей командаластары толқып тұр, уайымдап тұр. Өйткені бұл турнирге соққы бар. Бұл турнирге 24 команда қатысқан болатын. 24 команданың арасынан суырылып финалға шыққан қос команда жеңімпазды анықтауда. Соққы қақпашы бұл керемет соққыны қайтара алды. Тап Әттеген-ай 12-ші нөмірдегі ойыншы. Жоқ, соққыны қайта жасайды, өйткені Бешикташ командасының қақпашысы соққыдан бұрын қақпаның сызығынан ерте шығып қойған секілді. Соққыны қайта жасайды. Ya Төреші
Қақпашының екі аяқпен шығып кеткен соққыдан бұрын шығуға болмайды. Қайтадан соққы. Есеп теңесті. Gol. Beşiktaş командасы есепте алға шықты. 8-ші нөмірдегі ойыншы. Есепті теңестіре ала ма? Тамашалайық. Соққы. 3-3. Өте шеберлікпен орындалған соққы. Жойқын соққы болғанмен гол болмады. Қақпа маңдайшасы Каспий командасын голдан аман сақтап қалды. 7-ші нөмірдегі ойыншы салса есепте алға шығады. Соққы! Гол. Қақпашы. Бұл соққыны қайтаруға жақын еді. Өкінішке орай. Соққыны қайтара алмады. Гол. Есеп теңесті. Енді Ақтау командасының соңғы ойыншысы. Гол соқса, бұл турнирдің чемпион атанады. Ақтаулық Каспий командасы. Көрейік. Төреші ысқырық шалды. Соққы гол. Ақтау қаласының Каспий командасы Бекзат Туран Кап 2025 турнирінің чемпиондары. Каспий командасын шын жүректен құттықтаймыз. Ал міне Стамбул қаласынан келген Бешикташ командасының ойыншылары. Көздеріне жас алып өкінуде. Айттық қой біз. Пенальти сериясы бұл лотерея. Қай команда? Бағы мен бабы жоғары болса, жеңімпаз атанады. Болды. 5 күнге созылған бұл турнир өз мәресіне жетті. Ақтау командасы чемпион атанды. Түркиялық Бешикташ командасы күміс жүлде, 2-ші орын иегерлері. Ал 3-ші орында Қырғызстан елі Бишкек қаласының Дордой командасы жеңді. Жеңімпаз командалар шын жүректен құттықтаймыз. Ал мен сіздермен қоштасамын. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Біржан Шегебаев. Сау саламатта болыңыздар.